Нұрсұлтан қаласы номер 86 мектеп гимназиясы информатика пәні 5 сынып, пән мұғалімі Шакирова Назгүл Ударбековна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық, тармақталған, циклдік алгоритмдерді ойын программалау ортасында қолдану. Негізгі терминдеріміз алгоритм. Алгоритм ұғымы бұл Орта Азияның ғұламасы Абу Джафар Аль-Хорезмидің есімімен байланысты. Ең алғаш осы алгоритм ұғымын енгізген математик, астроном, орта ғасырларда өмір сүрген ғұлама Абу Джафар Аль-Хорезми. Ағылшынша алгоритм. Келесі сөз программа, программ, scratch, sprite, script. Байқасаңыздар, барлық біздің терминдер ағылшын тілінен енген. Ойында кездесетін алгоритм түрлері сызықтық, тармақталған, циклдік. Яғни сызықтық, тармақталған, циклдік алгоритмдердің барлығы біздің ойынымызда кездеседі. Себебі ойында бірінен кейін бірі орындалатын әрекеттер бар. Бұл жерде сызықтық алгоритм. Шарт кездеседі. Шартқа байланысты екі әрекеттің бірін таңдауға тура келеді. Бұл тармақталған алгоритм. Және бір әрекеттер бірнеше рет қайталанады. Бұл жерде циклдік алгоритмдер. Келесі қолданылатын сөз тіркестері бұл сызықтық алгоритм, linear алгоритм, тармақталған алгоритм, branching алгоритм, циклдік алгоритм, циклик алгоритм және блок сызба, flowchart. Біз келесі белгілерді, яғни блоктарды біз білеміз. Алгоритмні басталуы немесе аяқталуын білдіретін блок. Келесі параллелограмм, бұл айнымаларды енгіземіз немесе нәтижені осында жазамыз. Келесі төрт бұрыш, бұл процесс, яғни математикалық формулалар жазылады және операциялар осында жазылады. Ромб, бұл шарт жазылады. Шарттың орындалуын сәйкес, не жоқ таңдалады. Келтірдік. Ойын жасау аймағына координата жазықтығын әкеліп қойдық, яғни тура ортасында тұрса, егер біздің кейіпкеріміз, оның координатасы 0 болады. X де 0, Y де 0. Егер біздің кейіпкеріміз солға қарай жүретін болса, онда X минус мәндерді қабылдайды, оңға жүрсе, плюс мәндерді қабылдайды, оң мәндерді. Төмен қарай кетсе, Y минус болады, жоғары қарай кетсе, Y плюс болады. Яғни біз төмен қарай түскенде, Y-ке минус мән берсек, біздің кейіпкеріміз төмен қарай кетеді. X-ке минус мән берсек, біздің кейіпкеріміз солға қарай кетеді. Енді екі өлшемді және үш өлшемді ойындардың айырмашылығы мен ұқсастығын қарастырайық. Екіді, яғни екі өлшемді ойындар, үшті, бұл үш өлшемді ойындар. Айырмашылығы. Екі өлшемді ойындар жазықтықта жасалады, үш өлшемді ойындар кеңістікте жасалады. Яғни екі өлшемді ойындарда біз абсцисса және ордината оси бойымен қозғалсақ, кеңістікте, яғни абсцисса, ордината және аппликата осьтерінің бойымен қозғала аламыз. Бізде үш координаттық нүкте болады. Яғни OX, OY және OZ осьтері. Енді екі ойынның ұқсас жақтары бұл мақсаты болады ойынның, және идеясы болады, жанры таңдалады. Практикалық жұмысты қайда және қалай жасайтынымыз жайында қысқаша айта кетсек, біз кабинетті онлайн жүйеге көшірдік, яғни 134 кабинеттің сайтында осы мысалдар, әр тақырыпқа келтірілген мысалдар салынады. Сол жерден өздеріңе керекті, өз ойында құрайтын ойындарыңа қажетті алгоритмдерді, ұқсас алгоритмдерді алып пайдалансаңыздар болады. Болмаса, кабинеттің YouTube каналынан алсаңыздар болады. Не Google дискке сілтеме беріп отырмыз. Бірі ашылмаса, бірінен табасыздар. Қазір біз кабинеттің онлайн кабинетке сілтеме арқылы кіріп жатырмыз. Бұл жерде барлық сыныптар жеке-жеке жазылған. Әр сыныптың өзінің тақырыптарына сай практикалық жұмыстар, қалай жасау керек нұсқаулықтар, мысалдар келтірілген. Сіздер 5-ші сыныпқа кіресіздер. Сол жерде біздің Scratch программалау ортасында
ойын жасау мысалдары бар. Қысқаша кадрларға мысал келтірілген. Егер сайт ашылмай жатса, кабинеттің сайты, онда кабинеттің каналына кіріп, сол жерден де көрсеңіздер болады. Енді бұл сілтемелердің барлығын сіздерге жібереміз.